Hello guys, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. So, do you like plants? Because today we are going to talk about them. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнінен беретін тренеріңіз боламын. Сіздер өсімдіктерді жақсы көресіздер ме? Себебі бүгін біз олар туралы әңгіме айтатын боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. Вы любите растения? Потому что сегодня мы будем о них говорить. So, before moving on to the main topic, let's review the quiz from the previous lesson. Ал енді, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын, алдыңғы сабақтың бақылауларын бірге талқылап шығайық. Итак, ребята, прежде чем переходить к новой теме, давайте разберем срез с прошлого урока. The question number 1. What airport's carol is shown on the picture? The option B is correct. Departure. Бірінші сұрақ. Әуежайдың қандай кестесі суретте көрсетіліп тұр? A нұсқасы келу, B нұсқасы кету, C нұсқасы екеуде, D нұсқасы ешқайсы көрсетіліп тұрған жоқ. Біз суретке қарасақ, тек қана кету кестесі жазылған. Осыған байланысты B нұсқасы дұрыс болады. Какое расписание аэропорта показано на картинке? Вариант A – arrival, прибытие, B – departure, отъезд, C – оба, D – ни один из них. Если мы посмотрим на картинку, то мы увидим отъезд рейсов, поэтому вариант B будет верным. The question number 2. How many departed flights are there? There are 3 departed flights. The option D is correct. Екінші сұрақ. Ұшып кеткен қанша рейс көрсетілген? Дұрыс нұсқа үшеу болады, D нұсқасы. Сколько улетевших рейсов показано на картинке? И вариант D будет верным. 3. The question number 3. Which destination's flight is at 11:45? The option B is correct. To Chennai. Үшінші сұрақ. Қай жаққа бағытталған рейстің уақыты 10:45. Дұрыс нұсқа B болады, Chennai. Куда направляется рейс в 10:45? И вариант B будет верным. В Chennai. The question number 4. How many flights are there in general shown on the table? There are 10 flights. The option C is correct. Жалпы кестеде қанша рейстер көрсетілген? Дұрыс нұсқа C болады, 10 рейс. Сколько в общем рейсов показано на таблице? И вариант C будет верным, 10. The question number 5. The flight to Seoul is on boarding. Right. Сеулға баратын рейсте отырғызу болып жатыр. Бұл дұрыс болады. Рейс, направленный в Сеул, проводит посадку. И это верно. The question number 6. The flight at 11 o'clock is at gate 19. Сағат 11-дегі рейс 34-ші қақпада. Бұл дұрыс емес, сағат 11-дегі рейс 19-ші қақпада. Рейс в 11 часов на выходе номер 34. Неверно. Рейс в 11 часов на выходе 19. The question number 7. There are 3 departures to Kazakhstan. One of them is delayed. It is not given. Қазақстанға 3 ұшайын деп тұрған рейстер бар, және олардың біреуі кейінге қалдырылған. Бұл суретте көрсетілмеген. Данную информацию мы на таблице не можем увидеть. The question number 8. There are few people I can really trust. It is very sad. The option D is correct. Мен сене алатын азғантай адам бар. Және бұл өте өкінішті. Бұл жерде people адамдар саналады, осыған байланысты біз few'ді жазамыз. Ал сөйлемнің екінші бөлігінде бұл өте өкінішті болғандықтан, ода жеткіліксіз түрде достар бар деген сөз. Осыған байланысты біз few дегенде жазамыз. D нұсқасы дұрыс. Есть очень мало людей, которым я могу доверять, и это очень печально. Люди исчисляемые, поэтому будет few. А так как это очень печально, у него очень мало друзей, получается, у него недостаточное количество друзей. И вариант D будет верным. The question number 9. It's a great pity, but the hospital has little medicine. They can't help many people during the COVID-19 pandemic. The option A is correct. Өкінішке орай, ауруханаларда дәрі-дәрмек өте аз. Олар коронавирус пандемиясы кезінде көптеген адамдарға көмектесе алмайды. Бұл жерде medicine дәрі-дәрмек саналмайды, осыған байланысты little болады. Ал дәрі жеткіліксіз түрде аз болғандықтан, сонда өте аз болғандықтан, жай ғана little дегенде жазамыз. Осыған байланысты A нұсқасы дұрыс болады. К сожалению, в больницах очень мало лекарств. Они не могут помочь многим людям во время пандемии коронавируса. Так как лекарства на английском языке неисчисляемые, мы пишем little. А из-за того, что у нас лекарств в недостаточном количестве, то есть их очень мало, здесь будет просто little. Вариант A будет верным. The question number 10. Are they thirsty? There is a little lemonade left in this bottle. If you'd like it. Сен шөлдеп тұрсың ба?
Егер ішемін десең, бөтелкеде азғантай лимонад бар. Бұл жерде лимонад саналмайды, осыған байланысты little болады. Ал лимонад жеткілікті түрде бар болғандықтан, біз алдына артиклін жазамыз. Осыған байланысты a little C нұсқасы дұрыс болады. Ты хочешь пить? На бутылке осталось немного лимонада, если ты хочешь. Вариант C будет верным, так как лимонад неисчисляемый будет little, и так как у нас достаточное количество лимонада, будет a little. Wildflowers – жабайы гүлдер, дикие цветы. Thistle – түйетікен, чертополох. Flowers – гүлдер, цветки. Herbs – шөптер, травы. Mushrooms – саңырауқұлақтар, грибы. Weed – арамшөп, сорняк. Fern – қырыққұлақ, папоротник. Cattails – қоға, рогоз. Reeds – қамыс, тростник. Bamboo – бамбук. Ivy – шырмауық, плющ. Shrub – бұта, кустарник. Moss – мүк, мох. Grass – шөп, трава. Palm tree – пальма. Bush – бұта, куст. Corn – жүгері, кукуруза. Tree – ағаш, дерево. Plant – өсімдік, растение. Seeds – тұқымдар немесе дәндер, семена. Sprout – өсінді, росток. Stem – өсімдіктің сабағы, стебель. Leaf – жапырақ, лист. Berries – жидек, ягоды. Pollen – тозаң, пыльца. Stigma – аналық, пестик. Bud – гүлдің қауызы немесе гүлдің түйнегі, бутон. Sepal – гүл тостағаншасының жеке жапырағы, чашелистик. Stalk – гүлдің сабағы, стебель цветка. Petal – гүл жапырағы, лепесток. Style – аналықтың діңгегі, столбик пестика. Trunk – ағаштың діңі, ствол дерева. Branch – бұтақ, ветка. Thorns – тікенек, шипы либо колючки. Cactus – кактус. Bark – ағаштың қабығы, кора дерева. Log – бөрене, бревно. Rings – бөрененің сақинасы, кольца бревна. Roots – тамырлар, корни. Okay, before the reading task, let's write down some new words. Ал енді оқуды бастамас бұрын бірнеше жаңа сөз жазып алайық. Итак, ребята, прежде чем переходить к чтению, давайте напишем несколько новых слов. Vegetation – өсімдік, растительный. Ground – жер, земля. Particular area – белгілі аймақ, определенная область. Based on – бір нәрсеге сүйену, немесе бір нәрсені негізге алу, основан на. Soil – топырақ, почва. Elevation – биіктік, высота. Ability – қабілеттілік, способность. Hold – ұстау, держать. Distinguish – ажырату, отличать. Grassland – жайлау немесе шалғын. Пастбище либо луг. Ice sheet – мұз жамылғысы, ледяной покров. Deciduous – жапырақты, лиственный. Fall – күз, осень. Provide – қамтамасыз ету, обеспечивать. Habitat – тіршілік ортасы, среда обитания. Species – түр, вид. Flat – жазық немесе тегіс, плоский. Depend on – бір нәрсеге байланысты болу, немесе бір нәрсеге тәуелді болу, зависеть. Divide – бөлу, делить. Major – негізгі, основной. Temperate grassland – орташа жайылым, умеренное пастбище. Include – қамту, включать. Prairie – жазық дала, степь. Pampas – пампастар дегеніміз оңтүстік Америка далаларының атауы. Пампасы – это южноамериканские степи. Support – бір нәрсені тіреу, қолдау, поддерживать. Reason – себеп, причина. Grazing – жайылым немесе өріс, выпас. Tip – бір нәрсенің басы немесе ұшы, верхушка либо кончик чего-то. Develop – дамыту, развивать. Distinct – айқын, отчетливый. Condition – жағдай, условие. Harsh – қатты немесе қатаң, суровый. Permanently – әрдайым, постоянно. Store – сақтау, хранить. Available – қолжетімді, доступный. Although – алайда, хотя. Define – анықтау, определять. Separate – жеке немесе бөлек, отдельный. Expand – кеңейту, расширять. Layer – бір нәрсенің қабаты, слой. Entirely melt – тұтастай еріген, полностью растаявший. Pile up – жиналу, накапливаться. Contain – құрамында болу, содержать. Pollution – ластану, загрязнение. Okay, I will give you 15 minutes for the reading task. Put the video on pause. Ал енді оқуға 15 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, я вам дам 15 минут на чтение. Поставьте видео на паузу. As we know, we can distinguish many plant regions based on the type of climate, soil, elevation, and the ability of the soil to retain water.
and in each of them grow different types of plants. And today, we will read about the 5 most common of them: forests, grasslands, tundra, deserts, and ice sheets. Біз өсімдіктердің көптеген аймақтардың климат түріне, топыраққа, теңіз деңгейінен биіктігіне және де топырақтың суды ұстап тұру қабілетіне қарай ажырата алатынымызды білеміз. Олардың әрқайсында өсімдіктердің әртүрлі түрлері өседі. Бүгін біз олардың ең көп таралған 5-еуі ормандар, шалғындар, тундралар, шөлдер мен мұз қабаттары туралы оқитын боламыз. И как мы знаем, мы можем различать многие регионы растений на основе типа климата, почвы, высоты над уровнем моря и способности почвы удерживать воду. И в каждом из них растут разные виды растений. И сегодня мы прочитаем о 5 наиболее распространенных из них – лесах, лугах, тундре, пустынях и ледяных покровах. So, in exercise 3.1, answer the questions below. I will give you 4 minutes for this task. Put the video on pause. Ал енді 3-1 жаттығуында төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Оны орындауға 4 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 3.1 ответьте на ниже перечисленные вопросы. И на данное задание я вам дам 4 минуты, поставьте видео на паузу. The question number 1. What does graze mean? Жайылу деген сөз нені білдіреді? Что означает слово «пастись»? The option A. To treat someone badly. Біреуге жаман қарау, плохо обращаться с кем-то. B. To feed on grass. Шөппен тамақтану, питаться травой. C. To look at someone for a long time. Ұзақ уақыт бойы біреуге қарау. Смотреть на кого-то в течение длительного времени. The option B is correct. B нұсқасы дұрыс болады, и вариант B будет верным. The question number 2. What does store mean? Сақтау деген сөзді нені білдіреді? Что означает слово «хранить»? A. To save for later. Кейінге сақтау, чтобы сохранить на потом. B. To sell. Сату, продавать. C. To buy something new. Жаңа нәрсе сатып алу, купить что-то новое. The option A is correct. Бұл жерде A нұсқасы дұрыс болады, и здесь вариант A будет верным. The question number 3. What does carpentry mean? Ағаш шеберлігі жұмысы нені білдіреді? Что означает столярное дело? The option A. Making carpets. Кілем жасау, изготовление ковров. B. Making water systems. Сумен жабдықтау жүйелерін құру, создание систем водоснабжения. C. Making wooden objects. Ағаштан заттар жасау, изготовление деревянных предметов. The option C is correct. C нұсқасы дұрыс болады, и вариант C будет верным. The question number 4. What does habitat mean? Тіршілік ортасы деген сөз нені білдіреді? Что означает среда обитания? The option A. A house that you build by yourself. Өзіңіз тұрғызатын үй, дом, который вы строите сами. B. The natural environment of an animal. Жануарлардың табиғи мекендейтін жері, естественная среда обитания животного. The option C. The time an animal spends sleeping. Жануардың ұйқыда өткізетін уақыты, время, которое животное проводит во сне. The option B is correct. The natural environment of an animal. The question number 5. What does distinguish mean? Ажырату деген сөзі нені білдіреді? Что означает слово «различать»? The option A. To treat everyone equally. Барлығына бірдей қарау. Относиться ко всем одинаково. The option B. To understand several languages. Бірнеше тілді түсіну. Понимать несколько языков. The option C. To see differences between two or more things. Екі немесе одан да көп заттардың айырмашылықтарын көру. Видеть различия между двумя или более вещами. The option C is correct. To see differences between two or more things. In exercise 3.2, fill in the blanks to complete the sentences. I will give you 7 minutes for this task. Put the video on pause. Енді 3-2 жаттығуында сөйлемдерді аяқтау үшін бос орындарды толтырып шығыңыздар. Оны орындауға 7 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 3.2 заполните пропущенные места, чтобы закончить предложение. На данное задание я вам дам 7 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. Permafrost is permanently frozen soil. The option B is correct. Мәңгі аяз үнемі мұзбен қатқан жер. B нұсқасы дұрыс болады. A мен C нұсқасы дұрыс келмейді. Себебі олардың мағынасы мәңгілік деп аударылады. Және бұлар синонимдер. Ал бізге үнемі деген сөз керек, ал ол permanently деп аударылады. Первый вопрос. Вечная мерзлота – это постоянно мерзлая почва. Вариант B будет верным, потому что варианты A и C переводятся одинаково как вечные, и они синонимы. А нам нужно слово постоянный, а постоянный переводится как permanently. Number 2. Scientists distinguish between several vegetation regions. The option A is correct.
Ғалымдар бірнеше өсімдік аймақтарының арасын ажыратады. A нұсқасы дұрыс болады. Between өйткені арасы деп аударылады. Ученые делают различия между несколькими растительными регионами. Вариант A будет верным, потому что between переводится как между. Number 3. Cactus store water in their leaves. The option B is correct. Кактустар суды жапырақтарында не істейді? A нұсқасы put away алып тастайды, B нұсқасы store сақтайды, C нұсқасы deposit сақтайды. Бірақ deposit дегеніміз ол ақшаға байланысты сөз болғандықтан, тек қана бізге B нұсқасы сәйкес келеді. Олар жапырақтарында суды сақтайды. Что делают кактусы с водой в своих листьях? Вариант A put away убирают, вариант B store хранят, вариант C deposit хранят. Но здесь вариант C не подходит, потому что слово deposit переводится как хранить деньги. Поэтому вариант B будет верным. The question number 4. In the ice sheet, the snow grows thicker. The option B is correct. Мұз жамылғысында қар қалың болып не істейді? A нұсқасы extend кеңейеді, B нұсқасы grows қалыптасады, C нұсқасы swells үрленеді. Дұрыс нұсқа B болады. Қар қалың болып қалыптасады. В ледяном покрове снег что делает? Вариант A extend расширяется, вариант B grows становится и вариант C swells набухает. И вариант B будет верным. В ледяном покрове снег становится гуще. The question number 5. Scientists carefully monitor the levels of pollution. The option A is correct. Ғалымдар қоршаған ортаның ластану несін мұқият қадағалап отырады. A нұсқасы levels деңгейін, B нұсқасы volumes көлемін, C нұсқасы sizes өлшемін. Және бұл жерде ғалымдар қоршаған ортаның ластану көлемі мен өлшемін қадағаламайды, олар ластанудың деңгейін қадағалайды. Осыған байланысты A нұсқасы дұрыс болады. Зачем ученые тщательно следят? Вариант A levels за уровнем загрязнения. Вариант B volumes за объемами загрязнений и вариант C sizes за размерами загрязнений. И вариант A будет верным, они следят за уровнем загрязнений. Number 6. Weather conditions can be very harsh in the tundra. The option C is correct. Тундрадағы ауа райы қандай болуы мүмкін? C нұсқасы дұрыс болады, тундрадағы ауа жағдайлары қатал болуы мүмкін. Себебі біз ауа райы ахуалдары деп айта алмаймыз, және де ауа райы баптаулар деп те айтпаймыз. Что может быть в тундре суровым? И вариант C будет верным – погодные условия, потому что мы не говорим погодные ситуации и погодные настройки. Number 7. In grassland, grass grows from the bottom. The option C is correct. Шалғындарда шөп қалай өседі? Дұрыс нұсқа C болады, шалғындарда шөп төмен өседі. Как растет на лугах трава? И вариант C будет верным, на лугах трава растет низко. Number 8. Vegetation is responsible for regulating the carbon cycle. The option A is correct. Өсімдіктер көміртегі циклын не істеуге жауап береді? Дұрыс нұсқа A болады, оны реттеуге жауап береді. Что делает растительность с углеродным циклом? И вариант A будет верным. Растительность отвечает за регулирование углеродного цикла. Number 9. Layers of ice don't melt, but they pile up. The option B is correct. Мұз қабаттары ерімейді, бірақ олар не істейді? Дұрыс нұсқа олар жиналады, ал жиналады дегеніміз pile up болып аударылады. B нұсқасы дұрыс. Что делает слои льда вместо того, чтобы таять? И правильный ответ будет B, они накапливаются. Number 10. Humans' social and economic lives depend on vegetation. The option C is correct. Адамдардың әлеуметтік және қандай өмірі өсімдіктерге байланысты. Дұрыс нұсқа C болады, экономикалық өмірі. Социальная и какая среда жизни людей зависит от растительности. И вариант C будет верным, экономическая сфера жизни. In exercise 3.3, answer the questions below. I will give you 5 minutes for this task. Put the video on pause. Енді үштеу жаттығуында төмендегі сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. Упражнение 3.3. Ответьте на ниже перечисленные вопросы. И на это я вам дам 5 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. Which vegetation region receives very little rain? Өсімдіктің қай аймағында жауын-шашын аз болады? Какая область растительности получает очень мало осадков? The option A. Deserts, шөл далалар, пустыни. B. Forests, ормандар, леса. C. Rainforests, тропикалық ормандар, тропические леса. The option A is correct. Дұрыс нұсқа A болады. И правильный вариант будет A. Number 2.
When do wildflowers appear in the tundra? Тундрада жабайы гүлдер қашан пайда болады? Когда в тундре появляются полевые цветы? The option A. All year long. Жил бойы, в течение всего года. The option B. In the winter. Қыста, зимой. In the summer. Жазда, летом. And the option C is correct. Бұл жерде C нұсқасы дұрыс болады. И вариант C здесь будет верным. Number 3. What characteristics of soil depends on vegetation? Топырақтың қандай сипаттамалары өсімдіктерге байланысты? Какие характеристики почвы зависят от растительности? The option A. Temperature and volume. Температура және көлемі. Температура и объем. The option B. Volume and texture. Көлемі мен құрылымы. Объем и текстура. The option C. Texture and smell. Құрылымы мен иісі. Текстура и запах. And here, the option B is correct. Бұл жерде B нұсқасы дұрыс болады. Number 4. Where is nearly all fresh water ice on earth found? Жер бетіндегі барлық тұщы сулы мұз қайда орналасқан? Где находится почти весь пресноводный лед на Земле? The option A. In Russia. Ресейде, в России. The option B. In the ice sheet. Мұз қабатында, в ледяном покрове. The option C. In South America. Оңтүстік Америкада, в Южной Америке. The option B is correct. Бұл жерде B нұсқасы дұрыс болады. И здесь вариант B будет верным. Number 5. How do cacti protect themselves from being eaten? Кактустар өздерін жеп қоймау үшін қалай қорғанады? Как кактусы защищают себя от съедения? The option A. With their prickles. Тікенектермен, своими колючками. B. By ejecting poison. У бөледі, выбрасывая яд. The option C. With their roots. Тамырлармен, с их корнями. And here the option A is correct. Бұл жерде A нұсқасы дұрыс болады. И здесь вариант A будет верным. In exercise 3.4, based on the information in this lesson, is the following statement true or false? I will give you 2 minutes for this task. Put the video on pause. 3-4 жаттығуында осы сабақтағы ақпарат негізінде егер сөйлем дұрыс болса true деп, ал егер сөйлем дұрыс емес болса false деп жазып шығыңыздар. Оны орындауға 2 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 3.4 на основе информации, содержащейся в этом уроке, если предложения являются верными, пишем true, а если неверными, пишем false. И на данное задание я вам дам 2 минуты, поставьте видео на паузу. Number 1. Surprisingly, the ice sheet supports many plant species. False, the ice sheet has almost no vegetation at all. Таңғаларлығы, мұз жамылғысында көптеген өсімдіктер түрлері өседі. Дұрыс емес, мұз жамылғысында өсімдіктер мүлдем өспейді. Удивительно, но ледяной покров поддерживает многие виды растений. Неверно, ледяной покров почти полностью лишен растительности. Number 2. Grasslands are great habitats for plant-eating animals. True. Шалғындар шөп жейтін жануарлар үшін керемет мекен. Дұрыс. Луга – отличная среда обитания для травоядных животных. Верно. Thank you guys for your attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. Take care of the environment and nature and be eco-friendly. So, see you next time. Bye-bye.